Сәлем достар, байланыста жұмбақ әлем. Орта ғасырларда медицина дамымаған кезде түсініксіз ауруларды тылсым күштермен байланыстырып қауіппен қараған. Заманауи киноларда вампирлар мен қасқырға айналатындарды жиі кездестіруге болады. Мұның бәрі қайдан бастау алады? Бірге анықтайтын боламыз. Адамдардың жануарға айналуы көптеген аңыздардағы танымал сюжет. Трансформация әдетте айдың толуы кезінде өтеді және көбіне қасқырға айналып адамға шабуыл жасайды. Мұндай құбыжықпен кездесу соңы жақсылықпен аяқталмайтыны мәлім. Қасқырға айналу ғылыми тұрғыдан гипертрихоз терминімен түсіндіріледі. Бұл дененің әртүрлі аймақтарының, соның ішінде беттің шамадан тыс түктіленуі, гипертрихозды қасқыр синдромы деп те атайды. Әдетте тұқым қуалайтын сипатқа ие. Дұрыс тамақтанбау, тері аурулары, шаш өсіретін препараттарды шамадан тыс қолдану ауруға себепші болуы мүмкін. Ал енді вампирларға келейік. Ертеден қанды өмірмен, денсаулықпен байланыстырды. Орта ғасырларда қанды ем ретінде де жиі қолданған болатын. Аңыз бойынша вампирлар 15 ғасырда өмір сүрген Румыния князі Влад Басарбпен байланыстырады. Халық арасында граф Дракула деген атпен де танымал. Ол өлім жазасына кесілгендерді ағаш қазық қағып өлтірген делінеді. Владтың вампир болғанына нақты дәлел жоқ. Бәлкім суық түрі мен төменгі шығыңқы ерініне қарап айтқан болар. Аңыз бойынша олардың түрлері сұр, өмірінің көп бөлігін табытта өткізіп түнде ғана сыртқа шығатын болған. Жалпы айтқанда орта ғасырда емдей алмаған адамдардың барлығы автоматты түрде вампирға айналған. 19 ғасырдың басында Американың шығыс жағалауында туберкулез өрши бастайды. Олар ауырып, қанмен жөтелген адамдарды зұлым күшке тәуелді санаған. Осындайда 21 ғасырда туылғанына қуанады екенсің. Ал енді келесі сұрақ: вампирларды қалай өлтіреміз? Оларды әуелі қазып алып, кеуделеріне ағаш қазық қағып, соңында басын шауып тастау керек екен. Осындай бір вампирлердің қабірі 90-шы жылдары Коннектикут штатында табылды. Сүйектердің ДНК анализі ол адамның туберкулез ауруынан қайтыс болғанын анықтады. Яғни, ол ешкімнің қанын ішіп өлтіргісі келмеген болып шықты. Ол кездері адамдар негізінен өліммен байланысты барлық нәрселерден қорқатын. Ал орта ғасырлардағы төнген басты қауіп ол білмейтін және емдей алмайтын жұқпалы аурулар болды. Менің бүгінге айтарым осы достар. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.